Қарағанды облысында АМСК ұйымдары жанындағы мобильді бригадалар күшейтілген режимде жұмыс істейді. Мұндай шешім өңірдегі эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты қабылданды. Дәрігерлер азаматтар тарапынан өтініштер саны 3 есеге артты дейді. Олар жөтел, мұрынның бітелуі және тыныс алудың қиындығына шағымданады. Бір күнде бір АМСК ұйымы 300-ге жуық қоңырау қабылдайды. Если в обычные дни мы Біздің байланыс орталығымызға күн сайын 1000-нан астам қоңырау түседі. Күніне шамамен 300-400 қоңырау қабылданады. Азаматтар ЖРВИ белгілеріне температура, жөтел, мұрынның бітелуі, ентігу сияқты белгілерге шағымданады. Олардың барлығы мобильді бригадаға жөнелтіледі. Егер пациентке шұғыл көмек қажет болса, онда жедел жәрдем көлігі жіберіледі. ЖРВИ белгілері немесе COVID-19-ға күдігі бар пациенттер арнайы фильтр кабинетте қабылданады. Сондай-ақ үйде мобильді бригадалар қызмет көрсетеді. Қазіргі уақытта Қарағанды облысында 184 мобильді бригада жұмыс істейді. Оның 37-сі ауылдық өңірлерде. Олар күн сайын науқастың денсаулығын бақылайды. исход каждого вызова идет как оценка. Әр қоңыраудың нәтижесінде жағдай бағаланады. Хабарласқан науқасқа шұғыл госпитализация қажет пе жоқ па анықталады. Егер ауруханаға жатқызу қажет болса, тиісінше ол сол жерде шешіледі. Сатурациясы төмен, 5 күн температурамен жүрген, тынысы ауырлаған пациент. Яғни бұл оперштаб арқылы шешіледі және біз оны шұғыл түрде ауруханаға жатқызамыз. Егер адамда 10 ПТР тест анықталса, дәрігерлер одан үй карантинін сақтау туралы қолхат алады. Сейчас это, так скажем, очень важно. Енді ең бастысы, біздің халқымыз қолхаттың маңыздылығын түсіну керек. Олар бұл қолхаттар арқылы барлық карантиндік режимдерді сақтауды, сәйкесінше үйден шықпауды және ауырмаған адамдармен байланыста болмау керектігін толық түсінеді. Дәрігерлер науқастардың арасында вакцинацияланған адамдарда бар дейді, бірақ олардың ауруы жеңіл түрде жүреді. Бүгінде өңір тұрғындарының 63,4%-ы иммундаудың толық курсынан, 82 мыңнан астам адам ревакцинациядан өтті. Бәріміз бірігіп иммунитетті нығайтайық.